облысы Жаңаөзен қаласы Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 19 жалпы білім беретін мектептің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің ұйымдастырушы оқытушысы Есемов Орынтай Ахметұлының. Еңбек өтілім 8 жыл, педагог зерттеушімін. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық кабинетінің материалдық техникалық базасымен таныстырамын. Дәліздегі плакатымыз алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабағында өтілетін 9 тарау бойынша жасақталған. Ал бұл оқушылар Қазақстан Республикасындағы жоғарғы әскери оқу орындары жайлы толық мағлұмат алу мақсатында жасақтадым. Кеңес одағының 2 мәрте батыры Талғат Бейбітов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институты Ақтөбе облысында орналасқан және құрлық әскерлерінің әскери институты Алматы облысында орналасқан. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты Алматы облысында орналасқан. Генерал Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Жас ұлан республикалық мектебі Астана қаласында орналасқан. Және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің кадет корпусы Ақмола облысы Щучинск қаласында орналасқан. Оқушылар осы жерден келіп, әскери оқу орнынан сөз жайлы өздеріне керекті мағлұматтарды ала алады. Келесі бұрышымызға келер болсақ, бұл Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арнап жасақталған бұрыш. Өз отанына шексіз берілген патриоттық рухы жоғары, қайсар жауынгер ағалардың ерлігін оқушыларға үлгі ету және патриоттыққа тәрбиелеу мақсатында жасақтадым. Ал енді сіздерге кабинетімді таныстырайын. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық нөмірі 239 кабинет. Кабинетіме қош келдіңіздер. Кабинетімді әуелі қабырға көрнекіліктерінен бастайын. Мынау көрнекілігіміз әскери бөлімнің жауынгерлік туы. Қазақстан Республикасы Конституциясының 36 бабы. Сабақ кезінде қолданылатын тақтамыз. Сабақ барысында және мұны бізде оқушыларға видео сабақ көрсетемін. Әр тарауға байланысты, сол әр тарауға байланысты мына компакт дисктегі видео сабақтарды DVD арқылы телевизормен оқушыларға көрсетемін. Және мына бұрыштағы әскер қатарындағы жауынгердің отан алдындағы ант беру рәсімінен үзінді көрнекілік. Және мына бұрыштағы Қазақстан Республикасының рәміздері. Одан кейін алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабағында өтілетін тарауларға байланысты әр тарауға жеке-жеке көрнекіліктер жасақталған. Атыс дайындығы тарауына байланысты көрнекілік және тактикалық дайындық сабағына арналған көрнекілік және саптық дайындық тарауына арналған көрнекіліктер бар. Және мына бұрышқа келер болсақ, бұл бұрыш рота бойынша кезекшінің міндетін атқаратын орын және рота бойынша кезекшінің құжаттамалары және кабинет төлқұжаты. Одан кейін сол сабақ барысындағы азаматтық қорғаныс тарауына арналған көрнекіліктерім және әскери топография тарауында арналған көрнекілік. Мына бұрышқа келер болсақ, бұл бұрыш менің және оқушыларының жетістіктері. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабағында біздерде әскери патриоттық жарыстар болды. Сол жарыстарда жеткен жетістіктеріміз облыстық және қалалық сайыстар болған, сол сайыстарда алған жетістіктеріміз. Осы жарыстарда алған біздің оқушыларымыздың топтық командалық ойында жеткен жетістігі бойынша берілген марапатталған кубогы. Мына плакатымыз әскери іс негіздері тарау бойынша жасақталған көрнекілік. Және мына бұрышымыздағы медициналық білім негіздері бойынша тарау бойынша жасақталған көрнекілігіміз. Мына менің қолымдағы 10 сыныптың алғашқы әскери және технологиялық дайындық бөліміндегі бірінші бөлімнің көрнекіліктері. Бұл жерде технологиялық дайындық бойынша барлық
тақырыптарға байланысты осы жерде бірнеше көптеген көмектер бар. Мына менің қолыма ұстаған қару АК-74 автоматының макет түрі. Бұл біздер сабақ барысында қолданамыз. Саптық дайындық сабағында оқушылар қарумен қозғалыстағы бұрыстар жасап үйренеді. Және осы макет қару түріменен біздер Жаңаөзен қаласында 9 мамыр жеңіс күніне арнап қалалық үлкен саптық шеру байқауы өтеді. Сол байқау жарысында осы қаруменен оқушылар түрлі әдіс тәсіл көрсетеді. Ал мына қаруымыз АК-74 автоматы учебный. Бұл сабақ атыс дайындық сабағында пайдаланамыз және осыны оқушыларға толыққанды таныстырып үйретемін. Оқушылар бұл қаруды бөлшектеп жинақтауды үйренеді. АК-74 автоматының толық емес және толық бөлшектеп жинақтауда осы қаруды үйренеді. Ал мына қару менің қолымдағы бұл пневматикалық винтовка. Атыс дайындық сабағында оқушыларға толыққанды таныстырып өтемін. Қауіпсіздік ережесімен қалай қолдану керек барлығын түсіндіремін. Және осы қарумен біздер алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні бойынша біздерде қалалық жарыстар өтеді. Әскери патриоттық жарыстар. Сол жарыстарда осы қарумен жарысқа шығып жүлделі орындарға ие болып жүрміз. Ал мен қолыма ұстаған жалпы әскери газ тұндырғыш. Бұл газ тұндырғыштың бізде мектебімізде 30 данасы бар және бұл газ тұндырғыштың маркасы КП-5. Ал мынау жалпы әскери қорғаныш киімі. Бұл қорғаныш киімін бактериялық, химиялық, радиоактивті аймақтарда киеді. Жеке қорғаныс киімі. Улы химиялық заттардан сақтану барысында осы жалпы қорғаныс киімін киеді. Мына менің алдымдағы ДП-5 доза қуатын өлшегіш құрал. Бұл прибор гамма сәулеленуі бойынша әртүрлі заттардың радиоактивті зақымдану және гамма радиация деңгейін өлшеуге арналған құрал. Мына болсақ, бұл әскери химиялық барлау аспабы. Бұның қызметі ауадағы, жердегі, техникадағы, көліктегі және басқа да заттарды анықтауға арналған аспап. Ал менің алдымдағы алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабағында әр тарауға арналған видео сабақтар. Бұл компас жер бетін бағдарлауға, географиялық немесе магниттік меридианның бағытын анықтауға арналған аспап. Ал әскери форма. Бұл форма мектебімізде өткізілетін мектеп-ішілік іс-шараларда және қалалық, облыстық, әскери патриоттық сайыстарда осы форманы мектебіміздің жас ұландары киіп шығып, өз жаңағы өнерлерін көрсетеді. Және осы форма біздің мектебімізде 16 данасы бар. Мына менің алдымдағы медициналық халат және медбике қобдишасы. Медбике қобдишасының ішінде дәрі-дәрмектер және керекті алғашқы көмек көрсетер кездегі керекті құрал-жабдықтары бар. Енді өзімнің жеке кабинетіммен таныстырайын. Бұл менің жеке кабинетім. Бұл кабинетте менің өзімнің жеке құжаттарым сақталады.
мынау жас сарбаз үйірмесінің жоспары, мынау факультативтің жоспары және мынау 10-11 сыныпқа арналған күнтізбелік жоспары. Мына ноутбук бұл интернетке қосылған және осы ноутбукпен мен жұмыс барысында келген хаттарға, тағы басқа заттарға жауап жазып, құжаттарымды, жоспарларымды осы ноутбукте жазып шығарамын. Және мына жердегі бұл кіріс құжаттары және шығыс құжаттары, бұйрықтар. Мына жерде менің өзімнің жеке жоспарым, әскери патриоттық тәрбиелеу жоспары. Ал жоғары қатардағы бұл 3 жылға арналған құжаттар және оның төбесінде осы 10-11 сыныпқа арналған оқулықтар және әдістемелік нұсқаулық кітаптары және әр тарауды аяқтағаннан кейін сол тарауларға арналған мынаның ішінде тест жинақтары бар және сол сабақ барысында мен оқушыларға карточка беріп, оқушылардан сұрақ жауап аламын. Мынау менің жеке өзімнің сырт киімдерімді, әскери формаларымды осы шкафтың ішінде сақтаймын. Ал мынау арнайы мүліктерді сақтау бөлмесі. Бұл бөлмеде қару-жарақтар, тағы басқа заттар сақталады. Бұл бөлмеге адам кіруге болмайды. Алдағы уақытта оқушыларды отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелеуде және де осы алғашқы әскери және технологиялық дайындық кабинетінің материалдық техникалық базасын жоғарғы деңгейге жеткізу мақсатында жұмыстанамын. Назарларыңызға рахмет.